Vocabulary News Elementary 33 юнит. Бүгінгі тақырып бізде health and illness. Health деген денсаулық, және illness деген аурулар. Сол денсаулық пен ауруларға байланысты сөздер. Бізде how are you today деген тақырып болады. Сенің жағдайың қалай? Өз жағдайыңды қалай айту керек? I'm very well. Өте жақсымын. I'm fine. Мен жақсымын. Мынау бізде okay деген сөз, жақсымын деген сөз. I don't feel very well. Мен өзімді жақсы сезініп тұрған жоқпын. Да? I feel ill. Мен ауырып тұрмын. Мынау бізде жақсы сезініп тұрған жоқпын. I feel ill. Мен ауырып тұрмын. Get a doctor. Get a doctor деген докторды шақыру. Келесі, I think I'm going to be sick. Мен ойымша, мен ауырайын деп жатырмын. Ауырайын деп жатырмын деген sick, ill деген ол ауру, sick деген бас айналып құсу деген сөз. Құсу. Feel ill деген ауыру. Ауыру. Болеть. Everyday problems, күнделікті проблемалар қандай болады? Have you got an aspirin? Сен аспирин іштің. Аспирин деген кәдімгі таблетка. Ол бас аурудан headache. Headache деген бас ауру. Headache, бас ауру. I've got a headache. Менде бар бас ауру. Қазір басым ауырып жатыр деген сөз. I've got, менде бар. Toothache. Toothache деген бізде тістің ауруы. Tooth деген тіс, ache деген ауру, боль. Дальше. I've got a cold. A cold, got a cold деген бізде суық тиіп қалу. I've got a cold, маған суық тиіп қалды. Я простудился. Так, people have for many years all their lives. Адамдарда қандай аурулар болады? Көп жыл бойы, for many years, all their lives. Өмір бойы, да? I get a hay fever every summer. Hay fever деген лихорадка деген сөз. Да? From flowers and glass. I sneeze all day. Мен түшкіремін күнімен. Лихорадка дегенде hay fever деген бізде ол неге келеді? Как это называется? Аллергия, да? Allergy. Allergy деген бізде аллергия. Типа hay fever дегенге ұқсайды. Sneeze деген бізде түшкіру. My brother has asthma. Asthma деген ол жаңағы адам ауа жұтамайтын ауру. He can't breathe. Ол ауа жұтамайды. Breathe деген ауа жұту. Енді illnesses, аурулар in hot tropical countries. Ыстық және тропический елдердегі аурулар. Бізде ауру тарататын ең бірінші насекомый ол, конечно же, москито. Москито деген мына бір маса. Хорошо? Егер бізде москито болса, маса шақса басқа тропикалық елдерде, онда бізде малярия пайда болады. Малярия деген ол қанға сіңетін бір ауру. Мыналар басқа біреулердің қанын сорып, мына иголкасы арқылы басқа біреуге не қылады, таратады. Енді егер drinking water was bad, ішкен суым жаман болды, егер жаман су ішетін болсаңдар, онда many children had cholera. Холера деген бізде ол іш ауруы. Егер таза емес су ішсеңдер, онда сендерде холера болады. Хорошо? Енді serious illness, серьезный аурулар. О қандай? Heart attack. Heart attack деген жүрек ауруы, ол бізде инфаркт дейма? Инфаркт, кажется. Жүректің андай дұрыс істемей қалуы. Да? Енді хоспиталды білесіңдер, ол бізде больница. Сосын cancer деген бізде рак. Мына жерде айтады. Cancer kills many people. Cancer, рак өлтіреді көп адамдарды. Who, который smoke every year. Каждый раз жыл сайын темекі шегетін адамдарда рак пайда болады. Хорошо? Келесі, how to keep fit and well. Қалай физически формаңды ұстау. Fit деген физикалық формаңды дұрыс ұстау. Well деген жақсы сезіну өзіңді. Good diet. Жақсы диета болу керек. Диета деген білесіңдер не екен? Дұрыс тамақтану. Сосын get some exercise. Exercise деген бізде упражнение. Упражнение жасау керек дейді. Нәрде соң түрлері swimming, жүзу, jogging, жүгіру, cycling, велосипед айдау. Осындай физически активный болу керек. Сосын don't have too much stress. Слишком көп стресс алма дейді.
Хорошо. Көп стрессовать етпе дейді. Ну ладно, хорошо, осындай бізде советтер бар. Енді тапсырмалар бізде мынандай. Бірінші тапсырма бізде мынандай. Мына жерде аурулар берілген бізде мынау. Осы аурулар қайсына жатады? Not serious, қатты серьезный емес. More serious, кішке серьезный лау, да, қауіп төндіретін. Very serious, өте қауіпті аурулар. Мысалы, headache дейді. Headache бізде қатты ауру емес, ол просто бас ауру, кәдімгі бас ауру. Келесі, cancer. Cancer бізде өте серьезный ауру, өте опасный ауру. Хорошо? Toothache, тістің ауруы. Тістің ауруы ол бізде қатты серьезный ауру емес. Toothache. Холера. Холера бізде ол жай ауру емес, и прям қатты серьезный болатын ауру да емес. Ол средний ауру. Холера. Hay fever. Hay fever деген жаңа бізде не дедік? Аллергия дедік, сол тоже средний ауру. Hay fever. Қатты серьезный емес. Heart attack, жүрек ауруы, ол бізде, конечно же, серьезный ауру. Өте опасный ауру. Келесі, cold. Cold деген суық тию. Суық тию бізде қатты ауру емес, ол. Күнделікті суық тиіп жүретін адамдар. Астма. Астма бізде ол средний ауру. Хорошо, complete dialogues. Диалогтарды бітір дейді. Біріншісі, how are you? Сен қалайсың бүгін? I'm very well. And you? Ал сен ше? Good, жақсы. Are you okay? Бәрі нормально ма? No, жоқ. Would you like to use the bathroom? Сен туалетке барғың келе ма? Иә, рахмет. No, I feel sick. I feel sick. Мен құсқым келіп тұр. Туалетке барасың ба дейді. Иә, барам дейді. Үшінші, I біледі, call a doctor. Мен доктор шақырайын ба? Yes, I think you should. Сен шақырған дұрыс. Мен ауырып тұрмын. I feel ill. Мен ауырып тұрмын. Доктор шақырайын ба? Иә, деген сөз. Келесі, here's the phone number of the school's dentist. Мектептегі дантистің номері, рахмет дейді. Егер дантистің номері болса, значит, менде тіс ауру бар. I have got a toothache. Тісім ауырып тұр. Мына стоматологтың номері, соған звонда дейді. Your nose is red. Мұрның қызыл. Have you got allergy? Аллергия. Немесе жаңа аллергияның орнына қай сөз қолдандық? Hay fever. Иә дейді. Hot drink and go to bed early. Мә, ыстық су іш және жат дейді. Или hay fever, ыстық су ішіп, төсекке жат. Ол бізде, мынаған келмейді, аллергияға келмейді да. Соң жағы. Егер ыстық су ішіп жататын болсаң, онда сен значит, cold, суық деген сияқты деген сөзді. Келесі, мынау өз жарым жауап бересіңдер. Төртінші тапсырма. Мыналармен қандай ауру байланысты? Москито байт. Москитоның тістеуі. Малярия. Bad drinking water. Таза емес суды ішу. Жақсы емес суды ішу. Ол бізде холера. Іш ауруы. Pollution, traffic fumes. Pollution деген кірлену. Traffic fumes ол бізде жолда машиналардан шығатын газ. Ол бізде hay fever. Немесе аллергия. Кейбірлерде андай машинаның газы үшін аллергиясы пайда болады. Grass, flowers, шөп, гүлдер. Ол тоже бізде аллергия. Smoking, темекі шегу. Темекі шегуден бізде болады рак. Cancer. Окей. Хорошо, бүгінге осы. Келесі уақытта көріскенше.